Рас. Бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалығы төмен болған. Бірақ бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Ендігі жұрт ата-бабаларымыздың мінді ісін бір-бірлеп тастап келеміз. Әлгі екі мінезім бір жолата жоғалтып алдық. Осы күнгілер өзге мінезге осы өрмелеп ілгері бара жатқанына қарай, сол аталарымыздың екі ғана тәуір мінезін жоғалтпай тұрсақ, біз де ел қатарына кірер едік. Мінез жоқ болған соң, әлгі үйренген өнеріміздің бәрі де адамшылыққа ұқсамайды, сайтандыққа тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара жатқанымыздың бір үлкен себебі сол көрінеді. Ол екі мінез қайсы десең, әуелі, ол заманда ел басы, топ басы деген кісілер болады екен. Көші қонды болса, дау жанжалды болса, билік соларда болады екен. Өзге қара жұрт жақсы жаман өздерінің шаруасымен жүре береді екен. Ол ел басы, топ басылары қалай қылса, қалай бітірсе, халық та оны сынамақ, бірден бірге жүгірмек болмайды екен. Қоясығын қолың ал, қолайыңа жақса сақа қой. Басыңа би болсаң, манар тауға сыймассың. Бас алқаңыз бар болса, жанған отқа күймессің деп тілеу қылып, екі тізгін бір шылбырды бердік саған. Берген соң, қайтып бұзылмақ түгіл, жетпегеніңді жетілтемін деп, жамандығын жасырып, жақсылығын асырамын деп тұрсады екен. Оны зор тұтып, әулие тұтып, онан соң жақсылар да көп азбайды екен. Бәрі өз бауыры, бәрі өз малы болған соң, шыныменен жетесінде жоқ болмаса, солардың қамын жемей қайтеді. Екіншісі, намысқор келеді екен. Ат аталып, аруақ шақырылған жерде ағайынға, өкпе араздыққа қарамайды екен, жанын салады екен. Өзіне ар тұтқан жаттан зар тұтады деп, аз араздықты қуған көп пайдасын кетірер деп, ағайынның азары болса да безері болмайды деп, алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді десіп, жол қуған қазынаға жолығар, дау қуған бәлеге жолығар десіп. Кәнеки, енді осы екі мінез қайда? Бұларда арлылық, намыстылық, табандылықпен келеді. Бұлардан айырылдық. Ендігілердің достығы бейіл емес, алдау, дұшпандығы кейс емес, не күндестік, не тыныш отыра алмағандық.